ағылшын тілінде тек оқып қана емес, әріптерін ғана емес, сөйлеуді ғана емес, сонымен қатар сандарды да білуіміз керек. English numbers. Ағылшын тіліндегі сандар. Мен қазір барлық сандардың произношениесін көрсетемін, содан кейін нақты біз әр санға тоқталатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, biz 13-ге дейін санап үйреніп алсақ, ары қарай 10 деген жалғауды қосып кете береміз. For example, мысалы 11-10 деп біз 10 қосамыз, 12-10 деп қосамыз, 13 деп біз 10 қосады екенбіз. Мына 1, 2, 3. 13 мен 3 different. 13 мен 3 екеуі 3 мен 13 екеуі екі бөлік. Ары қарай біз 14, 15, 16 дегендерге 10 қосып кете береміз. 14, 15, 16, 17, 18, 19 деп 10-ді қосып кете береміз. Санға 10-ді қосып ары қарай жалғап құрап кете береміз. 19 деп. 20. 20 бізде 20. Ары қарай біз сандарға 2 қосамыз. 2. 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90. Бізде 100 қалай айтылады? 100, 100. Мына тұр, мына жерде 100. 1000. Мына 1 million, 10,000. Ары қарай қиындатпай қояйық. 100-ге келейік. Мына бізде 100 деген сан тұр. 100, 100. Бізге енді 200 деп айту керек қой. 200 бізде 200. 200. 200 болды. 200, 200. 100. 101. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Осылай ары қарай кете береміз. Өте оңай. 100 деген бізде 100 деген мағынаны береді. Оған біз 1 деген, 1 деген қосақ, 100, 2 деген санды қосақ, 200, 3 деген санды қосақ, 300 деп жасалына береді. Егер де біз 101, 102, 103 деп айтқымыз келсе, 101, 102, 103, 103, 104, или 104 десек те болады қысқа. 105, 106 деп. Егер де бізде 201 деп айту керек болса, 201, 202, 203 деп ары қарай кете береді екенбіз. Осылай бізде сан тақырыбы аяқталды. Қиын емес бұл тақырып негізі. Бірақ сіздер жаттап, практикаларыңызда қолдансаңыз, бұл тақырып қиын емес. Мінекей, осыны сіздерге ұсынатын едім, скриншоттап алуға. Мінекей. Так. Мінекей. So, this lesson finished. Good luck for your studying.